PSG Барселонаның аса маңызды ойыншысына қызығуда. Ван Дейк Ливерпульдің қиын мәселесі жайында не айтты? Неймар 34 жасында әлем чемпионатын жеңіп алуда армандайтынын жеткізді. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Алдыңғы видеодағы айтқан өтінішімізді екі етпей, бізге жаңадан 130 жазылушы тіркелген екен. Қолдауларыңыз бен белсенділіктеріңіз үшін барлықтарыңызға алғыс білдіреміз. Әдет бойынша келесі жаңа видеоға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Өзіміздің жазылушыларымызға қатысты емес, сол жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз арнамызға тіркеліп, қоңырау шаны басып және видеоға да лайк басуларыңызды сұраймыз. Ендеше бастаймыз. Лондондағы Арсенал клубы өткен қысқа трансферлік терезе кезінде Барселонаның бразилиялық шабуылшысы Рафиньяны сатып алмақ болған, деп мәлімдеуде Diario Sport баспасы. Мәліметтерге сүйенсек, ағылшында клуб футболшы үшін 70 миллион еуроны ұсынғанда екен. Алайда дегенмен каталондықтар ойыншыны жіберуден бас тартқан. Олар бразилиялық футболшыға сенім артатындықтан өздеріндегі қиын қаржылық мәселеге қарамастан сақтап қалу шешімін қабылдаған. Осы маусымда 32 ойынға қатысқан Рафинья 7 голды соғып және 9 нәтижелі пас жасап көзге түскен. PSG-ның аргентиналық шабуылшысы Лионель Месси FIFA-ның нұсқасы бойынша 2022 жылдың ең үздік футболшысы атанып, The Best жүлдесіне ие болды. Жүлдеге бақталастықтан Месси Реалдың шабуылшысы Карим Бензема, сондай-ақ PSG-ның шабуылшысы Килиан Мбаппеден басып озған. Өткен жылы 35 жастағы Месси Аргентина құрамасымен бірге әлем чемпионатында топ жарап, сонымен қоса PSG-мен бірге Франция суперкубогын жеңіп алған болатын. FIFA-ның нұсқасы бойынша жылдың ең үздік қақпашысы жүлдесін Эмилиано Мартинес иеленді, ал өткен жылдың ең үздік бапкері Лионель Скалони атанды. Қысқартып айтқанда, Аргентина ұлттық құрамасының үздіктері ғана The Best жүлделерін алды. Осы тұста көпшіліктің пікірі бірден екіге бөлінді. Бірі басты жүлдеге Месси емес, Бензема лайықты болды деп есептесе, ал басқалары болса Месси ғана басты лайықты болды деп есептейді. Қадірменді көрермендер, ал сіздер бұған қатысты не дейсіздер? Сіздер жүлдеге шын мәнісінде кімді лайықты болды деп санайсыздар? Міндетті түрде пікірге өз ойларыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Ливерпульдің қорғаушысы Вирджил ван Дейк өз командасы үшін осы маусымның өте сәтсіз болып жатқандығына байланысты пікірмен бөлісті. Мен келесі маусымда да Чемпиондар лигасында ойнағанымызды қалаймын. Соңғы 4-5 жыл бойы мүмкін болған барлық жүлделерді жеңіп алып, керемет қарқында болғанымыз бізді әбден еркінсітіп жіберген тәрізді. Өткен маусымда біз барлық трофейлер үшін соңғы күнге дейін күрескенде едік. Сондықтан да осындай соқпалы қиын маусым барлығымыз үшін шок болып отыр, деп жеткізген екен Ван Дейк гол баспасына жеткізген интервьюінде. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Манчестер Сити клубы аргентиналық шабуылшы Хулиан Альваресті өз саптарында сақтап қалғалары келеді және осы себепті де ситилік ұжым ойыншыға жаңа келісімді ұсынуда. Алайда дегенмен жас шабуылшы жаңа келісім шартқа отырудан бас тартуда. Оған Барселона, сонымен қоса басқа да бірнеше командалардың қызығушылығы бар. Хулиан Альвареске өзінің ситилік команданы сапында ойындарға көп қатыса бермейтіні ұнамайды. Және осыған байланысты ол алдағы жазда басқа командаға жалға ауысуы ықтимал. Мәліметтер бойынша ситилік ұжым өткен әлем чемпионатында жақсы өнер көрсетіп шыққан шабуылшының жалақысын арттыруды жоспарлауда. Осы маусымда 30 ойынға қатысқан Альварес 10 голды соғып және 2 нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Миланның шабуылшысы Златан Ибрагимович алдағы болашаққа деген жоспарын айтып мәлімдеді. Бабында болса, мен әлі де ең үздік болып қалатыным рас. Мен қалжыңдап тұрған жоқпын. Соңғы бірнеше айлар бойы мен қатты қиналдым. Ал қазір мен матчтарға небәрі 5 минуттан ғана аздап қатысу үшін осында емеспін. Ойындарға толықтай қатысуды қалаймын. Егер жоғары деңгейде ойнауды жалғастырар болсам, онда Миланда келесі жылы да қала беремін. Шын мәнінде мен әлі бірнеше жылдар бойы өнер көрсетуді жалғастырмақпын, деп айтқан екен Златан Дазынға жеткізген сұхбатында.
Барселона клубы Реал Сосьедадтың жапониялық жартылай қорғаушысы Такефуси Кубоға қызығушылық білдіруде, деп хабарлайды АС баспасы. Баспаның ақпараты бойынша бұл футболшыға каталондық команданың бас бапкері Хавидің жеке өзі қызығып отыр делінуде. Бұрында Реалдың ойыншысы болған жартылай қорғаушының құны 60 миллион еуроға бағалануда. Ағымдағы маусымда 26 кездесуге қатысқан 21 жасар ойыншы 4 гол және 7 нәтижелі пасты еншілеген. Барселонаның шабуылшысы Роберт Левандовски жарақат алып қалғанына байланысты команданың қатарынан шет қалды. 34 жастағы польшалық футболшыда сол жақ сан бұлшықетінің зақымдануы анықталған. Релево баспасының мәліметіне сәйкес жарақатына байланысты футболшы шамамен 2 апта уақыт бойы өз командасына көмектесе алмайды. Осындай үлгіде Левандовски алдағы Испания кубогының жартылай финалдық ойыны қарсаңдағы 2 наурыз күні Реалмен болатын маңызды кездесуге қатыса алмайды. Ағымдағы маусымда Испания чемпионатында 20 ойынға қатысқан шабуылшы 15 гол және 5 голдық пасты еншілеген. Челси клубының басшылары команданың жаттықтырушысы Грэм Поттерді әлі де қызметінен босатуға асығатын емес. CBS Sports басылымының мәліметіне сәйкес Лондонда клубтың жаңа басшылары 47 жастағы маманға сенім артуларын әлі де жалғастыруда. Айтып өтерлігі, Поттердің тізгінінде Челси соңғы 11 ойынның тек біреуінде ғана жеңіске жете алған. Сонымен қоса осы 11 ойында команда бар болғаны 4 голды ғана соққан екен. АПЛ-дың қазіргі турнирлік кестесінде Лондондық ұжым 10-шы орында келеді. Лионель Скалони Аргентина ұлттық құрамасын тізгіндеуді әрі қарай жалғастыра беретін болады. Жаттықтырушы Аргентинаның футбол федерациясымен жаңа келісімшартқа отырды. Және ол құраманы кем дегенде 2026 жылға әлем чемпионатына дейін тізгіндеуді жалғастырмақ. Скалони Аргентинаны 2018 жылдан бері жаттықтырып келеді. Оның тізгінінде құрама 2021 жылға Америка кубогінде, сонымен қоса әрине 2022 жылға әлем чемпионаты турнирінде топ жарған болатын. PSG-ның бразилиялық шабуылшысы Неймар Лионель Месси оны қалай шабыттандыратыны жайында айтып жеткізді. Ол әлем чемпионатын 34-35 жасында болғанда жеңіп алды. Менде өзімде дәл солай болғанын қалар едім. Қазір ол қиын болып көрінеді, дегенмен мен барлығы да ойдағыдай болады деген үміттемін. Жыл өткен сайын алға қарай жылжуды жалғастырамыз және кейін не болатынын көре жатармыз. Менің футболдағы басты арманым ол әлем чемпионатын жеңіп алу болып табылады, деп жеткізген екен Неймар. Пари Сен-Жермен клубы Барселонаның уругвайлық қорғаушысы Рональд Араухоға қызығушылық танытуда. Осы жайында Fiches баспасы хабарлауда. Ақпараттар бойынша француздық клуб ойыншыны алдағы жазда сатып алуды қалайды және ол үшін 90 миллион еуроны төлеуге дайын. Дегенмен Араухоны алу қай клубқа болмасын өте қиын болатыны айдан анық. Себебі Барса оны мүлдем ешқайда жібергілері келмейді. Футболшының каталондық ұжыммен келісім мерзімі 2026 жылдың жазына дейін жарамды. Осы маусымда 23 жасар Араухо 19 матчтың қатысушысы болған. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.